тағы да қосымша сауап алуға мүмкіндік болатын жерлерді таңдаңыз дейді. Мысалы, Абдулла ибн Мубарак рахимахуллах садақа зекет берген кезде білім иелерін таңдап береді екен. Білім иелерін таңдап береді екен. Неге? Өйткені ол кісіден сұралған кезде, не үшін білім иелеріне бересің, білім іздеп жүрген шәкірттерге бересің деген кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисі бар ғой, әл-уламау варасатул анбия дейді. Ғұламалар пайғамбарлардың мұрагерлері дейді. Пайғамбарлар динар, дирхам, ақша, бағанағы дүние қалдырған жоқ, олар білім қалдырды дейді. Сол білімді мұра етіп алып, соны үйретіп жатқандар, олар пайғамбарлардың мұрагерлері дейді. Және одан кейін білесіздер ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисінде, адам дүниеден өтсе, оның жасап жатқан амалдарының барлығы тоқтайды, 3 амал жалғасып тұрады деді. Соның бірі айлмун юнтафау би, артынан қалдырған пайдалы білім дейді. Енді қанша шәкірт оқып жатыр, оқиды, ол жерден қанша білім иелері оқу бітіріп шығады, сөйтіп елге, дінге қызмет етеді. Әрбір шәкіртке үйреткен сабағы үшін, әрбір оқыған Құраны үшін сізге сауап келіп тұрады. Сол үшін де бұл білім жолына ақша жұмсау, білім жолына көмектесу, бұл ең ұлы сауаптардың бірі. Сол үшін де бұны біз бір Алланың берген мүмкіндігі деп қарайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде, Тәбук шайқасына шығатын кезде сондай бір қиын кезең болды. Құранда Алла тағала оны жайшул усра, яғни бағанағы сондай бір қиындық кезеңдегі әскер деп. Соны сол әскердің қару-жарағын, мінетін көлігін дайындауға Тәбук шайқасына шығатын кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларын айтты, келіңдер ат салсыңдар деп. Енді әркім қолынан келгенше ат салысты. Усман радиаллаху анху сол әскерді дайындауға 300 түйе және 1000 динар, динар деген алтын ақша, 1000 динар қосты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соны көрген кезде не деді? Ма дарра Усмана ма фа'ала бa'дал яум. Османға бүгіннен кейін істеген ісі зиян келтірмейді деді. Бүгіннен кейін істеген ісі зиян келтірмейді деді. Қайдан білесіз? Сіз де солай, сол осындай қиын кезеңде еліміз білімге, мықты мамандарға мұқтаж болып тұрған кезде берген садақаңызға, көмектескен әлгі берген көмегіңізге Алла тағала тура сол Усман радиаллаху анхуге берген жақсылықты бергендей беретін шығар. Сол үшін де иншалла осы білім ордасының тезірек бітіп елдің